Добрый день, коллеги, нас слышно? Добрый день, слушаю вас. Айгерым, здравствуйте, нас слышно? Саламатсыздар ма? Естіліктер? Ага, Нурдаулет. Саламатсыздар ма? Иә, естіліп тұр, айта беріңдер. Жақсы. Қазір ашамыз. Ана терезе есікті алып Нормально. видеодан қарап қалмай ма? Видеоға қарамай қойған. Наш. Сначала ваше видео. Давайте тогда. Закройте рядом поставим. Ты наше видео включи. Это не наше видео. Қайырлы күн, құрметті тыңдауларға қатысушылар. Қызылорда облысында жалпы қуаты шамамен 1100 мегаватт. Наше подключи. Там тоже. Мышку. Флешку твою где? Мышку можно вашу видеть? Или тут нужно? Мышку, да? Флешка где? кішкентай ол переводчик меня ғой. Былай апарып сайтқа жүгіріп жүрмін. Флешка где? Сейчас. Первого гривен. Не показывай. Құрбандай даже сестры. Ребята, уж департамент. Орган өкілдері. Бүгін сіздердің назарларыңызға Қызылорда Потише сделать можно его?
Иә, жай есеп ұсынамыз. Есепті ұсынамыз. Bizim екеуі азанды да айта берме. Опаздым. Bir жұмыс var. Hoş geldin. Все, бастаймыз ба? Қазір. Департамент экологии, УПР бастаймыз біз. Айгерім, Нұрдаулет, бастаймыз. Бастай беріңіздер, иә. Иә, бастай беріңіздер. Қайырлы күн. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауларға қатысушылар. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 96 бабының ережелеріне сәйкес Қызылорда облысында жалпы қуаттылығы 1100 мегаватт бұл газ қондырғысы негізінде электр станциясын салу ықтимал әсерлер туралы есебі бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылады. 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмірі 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағын басшылыққа ала отырып, мен Жүнсахметова Айнұр Серікболқызы, Чүренте кент әкім аппаратының бас маманы, төраға ретінде бүгінгі қоғамдық тыңдаулардың төрағасы боламын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін бізге қатысушылар арасынан хатшыны таңдау қажет. Есина Анастасия, Казинж экопроект жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инженер-экологын қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлауды ұсынамыз. Қол көтеріп дауыс берсеңіздер, қарсылықтарыңыз болмаса. Барлығымыз келіссек, көпшілік дауыспен Есина Анастасияны қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде таңдап алынды. Сонымен қатар қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентін назарларыңызға жеткіземіз. 8:30-нан 9-ға дейін қоғамдық тыңдауды қатысушылар тіркеу, кейін алғы сөз, кейін қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті баяндама, 9:27-9:33 қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті баяндама, сұрақтар мен жауаптар сессиясы, қорытынды жасау. Аталған регламентке қол көтеріп дауыс берсеңіздер. Аталған регламент бекітілді. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына енгізілетін болады. Сұрақтарды қоймас бұрын өзіңізді таныстыруды және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымды айтуды сұраймыз. Сөз кезегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті ұсынамыз. Осында жалпы қуаттылығы 1100 мегаватт бұл газ қондырғысы негізінде электр станциясын салу жобасы бойынша ықтимал әсерлер туралы есептің жобасын ұсынамыз. Бұрынғы бұл энергетикалық блоктарының пайдалы әсер коэффициенті 40-42%-ға дейін аспайтын болса, жаңа бұл газ қондырғылары жоғары температуралы газдардың жылуын тиімді пайдалану арқылы бұл көрсеткішті айтарлықтай арттырады. Бұл газ қондырғылары технологиясы экономикалық, инвестициялық және экологиялық тұрғыдан тиімді әрі әлемдік энергетикада кеңінен қолданылуда. Жоба бастамашысы Самұрық Энерго акционерлік қоғамы. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың мақсаты жобаны іске асырудың ықтимал теріс салдары туралы және есеп материалдарын мүдделі қоғаммен талқылау. Қазақстандағы газ генерациясын дамыту жобаларында Siemens Energy технологиялары кеңінен қолданылуда. Қазіргі таңда ірі жобалардың қатарында Түркістан облысындағы қуаты 1000 мегаватт болатын газ турбиналық қондырғы мен
қуаты 557 мегаватт болатын Алматы жылу электр орталығы 2 жобалар бар. Бұл бастамалар энергиямен жабдықтау сенімділігін арттыруға және табиғи газды тиімді пайдалануға бағытталған. Siemens Energy компаниясының газ турбинасы электр энергиясын өндіруге арналған жоғары тиімді шешім. Бұл қондырғы қуаттылығымен, отынды үнемдеу көрсеткіштерімен, сенімділігімен және экологиялық тазалығымен ерекшеленеді. Аталған технология заманауи бу газ қондырғыларында кеңінен қолданылады. Siemens Energy бу газ технологиялары энергия өндірудегі тиімділік пен сенімділіктің кепілі. Пайдалы әсер коэффициенті көрсеткіші 60%-дан асатын бу газ қондырғылары отын шығынын және парниктік газдар шығарындыларын азайтады. Жүйенің жоғары маневрлігі электр энергиясын өндіру құнын төмендетіп, жүктеме өзгерістеріне жылдам бейімделуге мүмкіндік береді. Германиядағы Берлин-Марцан жылу электр станциясын озық үлгі ретінде қарастыруға болады. Бұл көміртегі ізін азайтуға және жаңартылатын энергия көздерін тиімді кіріктіруге арналған жоғары технологиялық кешен. Нысан 260 мегаватт электр және 230 мегаватт жылу қуатымен қамтамасыз ете отырып, отынды пайдаланудың 92%-ға дейінгі жоғары көрсеткішіне қол жеткізеді. Баяндаманың мақсаты жобаның экологиялық қауіпсіздігі мен аймақтарды электрмен тұрақты қамтамасыз етудегі маңызын түсіндіру. Жоба аясында 419 тұрақты жұмыс орны ашылып, бюджетке салық түсімін артады. Экологиялық сараптама ластаушы заттардың нормадан аспайтынын растады. Объектіден электрмен жабдықтау келесі аймақтардағы электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Қызылорда облысы, Жаңақорған, Шиелі және Сырдария аудандары, Түркістан облысы, Төле би, Қазығұрт, Отырар және Сауран аудандары, сондай-ақ Арыс қаласы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сәтбаев және Жезқазған қалалары, Шымкент қаласы, Әл-Фараби және Тұран аудандарын сенімді энергиямен қамтамасыз етеді. Самұрық Энерго акционерлік қоғамы мен Катардың Urbacon Concessions Investments компаниясы Қазақстан мен Катар үкіметаралық келісімі аясында қуаты 1100 мегаватт болатын бу газ электр станциясын салады. Екі энергетикалық блоктан тұратын станция табиғи газбен жұмыс істеп, Қазақстанның бірыңғай энергетикалық жүйесіне қосылады. Жоба еліміздің энергетикалық жүйесін тұрақтандыруға, экологиялық көрсеткіштерді жақсартуға және оңтүстік аймақтағы жаңартылатын энергия көздерін теңестіру үшін маневрлік қуат көзі ретінде қызмет етуге бағытталған. Бу газ қондырғылары алаңы Қызылорда облысы, Сырдария ауданында, Жезқазған-Қызылорда тас жолының бойында, Қызылордадан 28 км қашықтықта орналасады. Алаңды таңдауда Қазақстан Республика нормалары, халықаралық стандарттар мен озық инженерлік тәжірибе талаптары толық сақталды. Слайдта өндірістік алаңның су көздеріне қатысты орналасу схемасы берілген. Алаңды таңдау барысында Бейнеу, Базой, Шымкент магистральды газ құбыры мен көлік инфрақұрылымына жақындық басымдыққа ие болды. Сырдария ауданы бойынша қарастырылған екі нұсқаның ішінен көрсетілген координаттар техникалық экономикалық талаптарға толықтай сәйкес келеді. Слайдта өндірістік алаңның ең жақын тұрғын аймаққа қатысты орналасу сызбасы көрсетілген. Жобаланатын алаң Қызылорда қаласынан 28 км қашықтықта, Абай кентінен шамамен 24,5 км, Рауылтөбе кентінен 27 км, Ұсан ауылынан Қосшынарау ауылдық округі 25 км жерде орналасқан. Елді мекендерден қашық орналасуы жергілікті халыққа экологиялық әсердің жағымсыз салдары тәуекелін азайтуға мүмкіндік береді. Құрылыс жұмыстарының ұзақтығы 42 ай. Құрылысты бастау 2026 жылы жоспарланған. Аяқталуы 2030 жылдың желтоқсанына белгіленген. Құрылыс кезеңінде жобаны іске асыруға 1200-ге дейін жұмысшы тарту жоспарлануда. Атмосфераға таралуды есептеу нәтижелері жақын маңдағы тұрғын үй аймақтарында ластаушы заттардың шекті, рұқсат етілген концентрациясы нормадан аспайтынын көрсетті. Қоршаған ортаға әсерді азайту мақсатында жер жұмыстары мен көлік қозғалысы кезінде су бүрку, гидрошамбасу және техниканы жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету қарастырылған. Слайдта құрылыс жұмыстары кезеңінде ластаушы заттардың шығарындылары көрсетілген. Есептік деректер бойынша құрылыс алаңындағы стационарлық ластану көздерінен атмосфералық ауаға шығарылатын заттардың мөлшері 2026 жыл 189,844 тонна. 2027 жыл 187,289 тонна. 2028 жыл 185,867 тонна. 2029 жыл 145,708 тонна. 2030 жыл 50,31 тонна. Қоршаған ортаға әсерді азайту шаралары. Жолдар. Құрылыс алдында кіреберіс және ішкі жолдарды сапалы жабдықтау арқылы табиғи беткейді сақтап, көлік шығынын азайту. Ластанудың алдын алу. Сусымалы материалдарды контейнерде тасымалдау және сақтау.
техника майларын топыраққа төкпеу, қалдықтарды өндірістік және тұрмыстық уақытылы жинап шығару, құнарлы топырақ қабатын сақтап қайта пайдалану, технологиялық алаңдарды шаңсыз материалмен төсеу, жер жұмыстары кезінде шаңды басу үшін беткейлерді ылғалдандыру, құрылыс кезеңінде ауыз су, әкімшілік кешен жанындағы 200 текше метр резервуар арқылы қамтамасыз етіледі. Кейін су тұрақты құбырдан алынады. Жұмысшылар бөтелкедегі сумен және арнайы бақтармен қамтылып, санитарлық талаптар сақталады. Тұрмыстық ағынды сулар үшін мобильді дәретханалар орнатылып, қалдықтарды шығару мамандандырылған ұйымдарға жүктеледі. Құрылыс монтаждау жұмыстары барысында жалпы құрылыс, монтаждау жұмыстары, технологиялық жабдықты құрастыру және персоналдың тіршілік әрекеті нәтижесінде қалдықтардың болжамды көлемі тонна кезең. 2026 жыл 3597,13, қауіптісі 16,7, қауіпсізі 3581,6. 2027 жыл 4430,8, қауіптісі 35,19, қауіпсізі 4394,89. 2028 жыл 4415,62, қауіптісі 28,95, қауіпсізі 4386,67. 2029 жыл 4415,62, қауіптісі 28,95, қауіпсізі 4386,67. 2030 жыл 1504,6, қауіптісі 16,10, қауіпсізі 1487,96. Құрылыс кезеңінде пайда болатын қалдықтар арнайы жабдықталған алаңда уақытша жинақталады. Одан кейін мамандандырылған ұйымға шарт негізінде тапсырылады. Қалдықтарды тасымалдау арнайы автокөлікпен қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату немесе жою жұмыстарын жүргізуге тиісті лицензиялары бар ұйымдарға табиғатты қорғау заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Пайдалану кезеңінде ластаушы заттардың негізгі шығарынды көздері. Ластаушы заттардың негізгі шығарынды көздері газ турбиналық қондырғылар, жылыту және бу қазандықтары. Қосалқы жабдықтан шығатын шығарындылар, дизель отынының резервуарлық паркі, цехтардың желдету жүйелері, тығын реттеуіш арматура және фланецті қосылыстар тығыздығының бұзылуынан шығатын шығарындылар. Атмосфераға шығарылуы стационарлық 32 көзден 23 ұйымдастырылған, 9 ұйымдастырылмаған жүзеге асырылады. Бұл газ қондырғысының шығарындыларының қоршаған ортаға әсерін талдау негізгі технологиялық үдеріспен оның объектілері шығарындылар көлемі бойынша да, әсер ету ауқымы бойынша да шешуші рөл атқаратын көрсетті. Белгіленген қызмет алаңының елді мекендерден алыс орналасуына байланысты объектіні пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаға тигізетін әсер елеусіз деп бағаланады. Қоршаған ортаға әсерін бағалау нәтижесінде бұл газ қондырғысы 2 моноблоктан тұратын, әрбір газ турбиналық қондырғысы жылына 500 тоннадан астам ластаушы заттар шығарады. Сондықтан әрбір газ турбиналық қондырғысына автоматтандырылған мониторинг жүйесін орнату міндетті. Оның бақылайтын заттар: азот оксидтері, азот оксиді және азот диоксиді, көміртек оксиді, күрт диоксиді, метан, өндірістік процестің маркерлік заты. Автоматтандырылған мониторинг жүйесі жоспарлы тоқтатылған кезде оператор апта сайын аспаптық бақылау жүргізеді. Есептеу әдісін қолдануға рұқсат. Күтпеген тоқтату кезінде кәсіпорынның әсер ету аймағында күнделікті аспаптық бақылау немесе автоматтандырылған бекеттерден алынған деректер қамтамасыз етіледі. Қуатты бу газ қондырғыларын жоғары температуралы газ турбиналық қондырғылардың базасында салу энергетикалық қуаттарды арттыруда басым бағытқа айналды. Бұл табиғи газ бен газ турбиналық қондырғының төмен құнына, жоғары экологиялық тазалығы мен тиімділігіне және электр станциясын салудың қысқа мерзімділігіне байланысты. Жобаланатын бұл газ қондырғысы Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 23 қаңтардағы нөмірі 23 қаулысымен бекітілген энергия өндіру мақсатында ірі қондырғыларда отын жағу атты ең үздік қолжетімді технологиялар туралы анықтамалықтағы ең үздік қолжетімді технологиялар көзделген. Оларға аралас цикл, 2 немесе одан да көп термодинамикалық циклдердің жиынтығы, мысалы Брайтон циклы, газ турбинасы, мен Ренкин циклының, бу турбинасы және қазандық жиынтығы. Бұл бірінші циклдың түтін газынан пайда болатын жылу шығынын кейінгі циклдарда пайдалы энергияға айналдыруға мүмкіндік береді. Табиғи газды қазандықтарда жағу кезінде азот оксидтерінің шығарындыларын азайту әдістері.
азот оксидтерін құрғақ жолмен басуға арналған жауындықтар, атмосфераға әсерді азайту және қоршаған ортаны қорғау шаралары, табиғи газды отын ретінде қолдану, парогаз циклінің үздік технологиясын пайдалану, газды ұтымды қолдану, тастаушы және парниктік газдар шығарындыларын азайту, ТЛН технологиясы бар газ турбиналық қондырғыларды қолдану, азот оксидтері 225 ppm-ден кіші метен стандарттарға сәйкес. Шығарындыларды автоматтандырылған мониторинг жүйесімен үздіксіз бақылау. Бұл газ қондырғысы тәулігіне 3000 текше метр су тұтынады. Су негізінен технологиялық процестерге, бұл өндіру, турбина конденсаторларын салқындату, сондай-ақ тұрмыстық және жасыл желектерді суару қажеттіліктеріне жұмсалады. Сумен қамтамасыз ету үшін жоғарғы турын сулы горизонтына 6 барлау пайдалану ұңғымасы, 5 жұмысшы, 1 резервтік бұрғылау жоспарланған. Әр ұңғыманың өнімділігі 25 метр куб сағатына, тәулігіне 600 метр куб. Электростанция алаңында су ағызудың 4 жүйесі қарастырылған. Тұрмыстық шаруашылық, нөсер, өндірістік кәріз және авариялық май ағындары. Тұрмыстық шаруашылық ағын сулары алаңдағы тазарту құрылыстарында тазартылады. Нөсер және өндірістік ағын сулар 1000 текше метр сыйымдылықты баққа жиналады. Содан кейін сорғы станциясы арқылы 0,8 км қашықтықта орналасқан уландыру алаңына беріледі. Су объектілеріне әсерді азайту шаралары. Тұрмыстық ағынды сулар толық биологиялық тазалау және ультракүлгінмен залалсыздандыру. Тұрмыстық пен өндірістік жаңбырлық ағынды суларды бөлек жинау. Өндірістік жаңбырлық сулар үшін 1000 текше метр резервуар. Тазартылған сулар буландыру алаңына бағытталады. Жер үсті және жер асты суларына түсуі болдырмайды. Пайдалану мерзімі ішінде қалдықтар жабдықты техникалық қызмет көрсету және қызметкерлердің тіршілік әрекеті барысында түзіледі. Жыл сайын барлығы 2427,4 тонна қалдық түзілуі күтілуде. Оның ішінде қауіпті қалдықтар 2241,124 тонна жылға, қауіпсіз қалдықтар 186,116 тонна жылға. Қалдықтарды басқару операциялары: жинақтау, жинау, тасымалдау, қалпына келтіру, жою және бақылау. Жобаланатын объектіде қалдықтар көмілмейді. Олар уақытша жинақталып, кейін өңдеу немесе көму объектілеріне шығарылады. Бұл газ қондырғысы өндірістік алаңындағы негізгі шу көздері. Бас ғимарат, газ және бу турбиналары, утилизатор қазандықтары, түтін құбырлары, газ турбиналық қондырғысының ауа қабылдағыштары, ашық трансформаторлық қондырғылар, құрғақ салқындатқыш мұнара, газ дайындау пункті, ауа компрессоры және сорғы станциялар. Қоршаған ортаға әсерін бағалауда ғимарат қабырғалары арқылы шудың әсіретіні ескерілген. Жұмыс орнындағы шу деңгейін рұқсат етілген мәндерден аспайтындай төмендету үшін ұжымдық және жеке қорғау құралдарын қолдану қажет. 80 децибел жоғары аймақтар қауіпсіздік белгілерімен белгіленуі және ондағы қызметкерлер жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Әлеуметтік экономикалық ортаға әсерін бағалау. Жұмыс орындарын құру және сақтау. Жұмыс орындары әлеуметтік экономикалық дамудың негізі. Олар кедейшілікті азайтады, әлеуметтік шиеленісті төмендетеді, аймақтардың тұрақты дамуына ықпал етеді. Жаңа жұмыс орындары қоғам мүшелерінің жан-жақты дамуы үшін жағдай жасайды. Қоршаған ортаны қорғау саясаты жұмыс орындарын құруға кедергі болмауы керек. Аймақтық бюджетке салық түсімі. Салық төлемдері мемлекеттік бюджетті қалыптастырудың маңызды элементі. Олар халықтың табысын, мемлекеттік резервтерді және ірі сатып алуларды қамтамасыз етеді. Салық түсімінің тұрақтылығы экономиканың барлық саласы үшін маңызды. Қоршаған ортаға әсерін кешенді бағалау. Нәтижесі бойынша объектіні салу экожүйеге елеусіз әсер етеді. Қоршаған орта компоненттерінде қайтымсыз өзгерістер туғызбайды. Құрылыс монтаж жұмыстары кезеңінде теріс әсер минималды. Объектіні пайдалану әлеуметтік экономикалық ортаға оң әсер етіп, салық базасының өсуіне, халық табысы мен әл-ауқатының жақсаруына, аймақтың экономикалық әлеуетінің дамуына ықпал етеді. Бұл газ қондырғысының шығарындыларының қоршаған ортаға әсерін талдау. Атмосфералық ауаға әсер ету санитарлық қорғау аймағы шегінде шектелгенін көрсетті. Қызметкерлер үшін табиғатты қорғау талаптары белгіленді. Аң аулауға, жануарларды атуға, ұяларды бұзуға, көліктердің белгіленген маршруттан тыс жүруіне, құрылыс алаңында иттерді еркін ұстауға тыйым салынады. Жоба ауданында қызыл кітапқа енген дуадақ мекендеуі мүмкін. Осыған байланысты орман шаруашылығы және жануарлардың несі инспекциясымен бірлесіп, жануарлардың мекендеу ортасын сақтау және көбеюін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар әзірленіп, уәкілетті органмен келісіліп, тапсырыс берушімен бекітілді. Топырақ жамылғысына әсері ең төменгі деңгейде деп бағаланады. Кәсіпорын тұрғын аудандардан қашық орналасқан. Әсер ету аймағында нормативтер аспаған. Әлеуметтік
акцияның негізгі критерийі жоспарланған қызметтің халықтың өмір сүру жағдайларына әсері. Әлеуметтік бағалауда қызметтің әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыруға қолайлылығы. Экономикалық бағалауда аумақтың экономикасы үшін тиімділігі. Денсаулық жағдайын бағалауда халық денсаулығы мен санитарлық жағдайға зиян келтірмеуі. Жобаны іске асыру қоршаған ортаға елеулі теріс әсер етпейді. Атмосфералық ауа, топырақ және биологиялық орта үшін әсер рұқсат етілген деңгейде. Сулардың ластануы күтілмейді. Жоба аймақтық экономиканы дамытып, жұмыс орындарын құрады. Қоршаған ортаға әсерін бағалау жұмыстары жобаның экологиялық қауіпсіздігін растайды. Әсер жергілікті, объект аумағымен шектеліп, нормативтерден аспайды. Құрметті тыңдаушылар, жоба аймақты сенімді электрмен жабдықтауды, энергетикалық жүйенің тұрақтылығын арттыруды және жаңа жұмыс орындарын құруды көздейді. Табиғатты қорғау шаралары сақталса, жоба қоршаған ортаға, биоәртүрлілікке және халық денсаулығына елеулі әсер етпейді. Сұрақтарға дайынбыз. Конструктив. Жоба бойынша сұрақтарыңыз? Екіншісі бар ма? Қайырлы күн. Құрметті тыңдауларға қатысушылар. Қызылорда облысында жалпы қуаты шамамен 1100 мегаватт бу газ қондырғысы базасында электр станциясын салу жобасы бойынша ықтимал әсерлер туралы есеп мазмұнымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бұл жоба Қызылорда облысындағы қуаты 1100 мегаватт жобаланатын бу газ қондырғысын сыртқы электрмен жабдықтауға арналған. Белгіленген қызметтің бастамашысы Самұрық Энерго акционерлік қоғамы болып табылады. Жобамен жалпы ұзындығы 900 шақырымнан асатын кернеуі 500 киловольт және 200 киловольт электр берудің әуе желілерін салуы, сондай-ақ қолданыстағы Шымкент және Жезқазған қосалқы станцияларында 500 киловольттық ашық тарату құрылғыларын кеңейту жоспарлануда. Белгіленген қызметті іске асыру учаскесі келесі облыстарды қамтыды: Қызылорда, Түркістан, Алатау және Шымкент қаласы. Ең жақын тұрғын аймақ жұмыс жүргізілетін орындардан қауіпсіз қашықтықта орналасқан. Шымкент қаласында 143 метр, Ұлытау облысында 216 метр, Түркістан облысында 235 метр, Қызылорда облысында 321 метр. Құрылыс монтаждау жұмыстарын 2026 жылы бастау жоспарланған. Жалпы құрылыс мерзімі 5 жылға дейін созылады. Электрмен жабдықтау нысандарын тұрғызуға жұмылдырылатын жұмысшылардың саны шамамен 1200 адамды құрайды. Жобаланатын электрмен жабдықтау нысандарын пайдалану кезеңінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының көздері болмайды. Ауаға әсер ету тек құрылыс кезеңінде арнайы техниканың жұмысы, жер дәнекерлеу және бояу жұмыстарының нәтижесінде ғана болады. Ластаушы заттар шығарындыларының шекті көлемі автокөлікті ескергенде жылына 277,21 тоннаны құрайды. Жүргізілген шашырау есебінің нәтижелері көрсеткендей, ең жақын тұрғын аймақтармен шекарада ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясынан асып кету туындамайды. Шығарындыларды қысқарту жөніндегі іс-шаралар ретінде жоспарда жер жұмыстары және көлік қозғалысы кезінде гидрошаңсыздандыру, сумен суару, сондай-ақ техникаға тұрақты техникалық қызмет көрсету қарастырылған. Сарқынды суларды жер үсті су қоймаларына, жер қойнауына немесе жер бедеріне ағызу толығымен жойылған. Қызметкерлердің мұқтаждары үшін көлемі жылына 25 мың текше метр әкелінетін ауыз су пайдаланылатын болады, ал техникалық қажеттілікке арналған су жылына 450 мың текше метр шарт негізінде автоцистерналармен жеткізіледі. Электр беру желілерінің трассалары бірқатар өзендермен уақытша су ағындарын кесіп өтеді, алайда әуе желілерінің барлық тіректері қатаң түрде су нысандарының су қорғау белдеулерінен тыс орналастырылатын болады. Жерге әсер ету қатаң оқшауланған сипатқа ие. Жерге әсер ету қатаң өндіру басталғанға дейін топырақтың құнарлы қабаты алынады. Іргетастар мен тіректерді орнату аяқталғаннан кейін бұл топырақ массасы олардың айналасына біркелкі қайтарылады. Бұл бұзылған учаскенің толық рекультивациясын қамтамасыз етеді. Топыраққа әсер ету барынша минималды болады. Май қоспайтын табандықтарды пайдалану арқасында жанар-жағармай материалдарының төгілуі және топырақтың химиялық ластануын болдырмайды. Жер қойнауына тікелей әсер етілмейді. Уәкілетті органдардың ақпаратына сәйкес, жұмыс жүргізу учаскелерінде Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер жоқ. Охотзоопром республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының жауабына сәйкес географиялық координаттық нүктелер ақбөкендердің мекендеу ареалы, сондай-ақ қызыл кітапқа енгізілген және жойылу қаупі төнген жек дуадақ, безгелдек, бұлдырық және басқа да жабайы құстардың мекендеу ортасы болып табылады. Жобада тұтас қоршаулар салу қарастырылмаған, сондықтан жабайы жануарлардың көші-қон жолдары бұзылмайды. Фаунаға теріс әсерді азайту үшін қызметкерлерге қатаң регламент енгізіледі. Аң аулауға, жануарларды атуға, авиаларды бұзуға және белгіленбеген еркін бағдарлармен көлікпен жүруге абсолюттік тыйым салу. Сондай-ақ жабайы жануарлардың қырылуын болдырмау үшін құрылыс нысандарында иттерді бос ұстауға тыйым салынады.
Кыстардын кырылын болдырмау максатында олармен жанасқан кезде кыска түйөкталууду болдырмайтын корганыс каптамалары бар окшоланган сымдарды немесе кабелдерди колдонуу карастырылган. Курулуш барысында өндүрүш және тутунуу калдыктарынын 10 түрүнүн түзүлүүү болжанууда. Олардын пайда болуунун шектик көлөмү жылына 481,1 тоннаны курайды. Калдыктарды баскаруу экологиялык талаптарга катаң сайкестикте уюмдастырылатын болот. Калдыктарды аралаштырууга жол берилмейди. Олар контейнерлерде бөлек жиналады және мамандандырылган уюмдарга жедел берилет. Нысандарды орналастыруу учаскелеринде кез келген калдыктарды көмүү толугу менен жоюлган. Курулуш кезеңинде автокөлүк және курулуш техникасы шу көздөрү болуп табылады. Есептеулер көрсеткендей, ең жақын тұрғын аймақтардың шекараларында шекті рұқсат етілген дыбыс деңгейінен асып кетулер жоқ. Әсер ету уақытша және оқшауланған сипатқа ие. Электромагниттік өрістің әсерінен қауіпсіздік санитарлық қағидалармен қатаң бақыланады. 500 киловольт әуе желісі үшін нормативтік санитарлық ажырау 30 метрді, ал 220 киловольт әуе желісі үшін 25 метрді құрайды. Бұл бүкіл бағдар бойынша ең жақын тұрғын үй құрылысына дейінгі регламенттелген қауіпсіз қашықтық толығымен сақталатынын білдіреді. Жобаны іске асыру бірнеше облысты сенімді және тұрақты энергиямен жабдықтауды қамтамасыз ете отырып, айтарлықтай қолайлы әлеуметтік экономикалық әсер береді. Барлық салынған жобалық шешімдер, санитарлық нормалар және экологиялық қауіпсіздік қағидалары қатаң сақталған жағдайда теріс әсер құрылыс кезеңімен шектелген оқшауланған, қысқа мерзімді және қайтымды сипатта болады. Қоршаған ортаға, биотүрлілікке және халықтың денсаулығына елеулі және қайтымсыз нұқсан келтірілмейді. Осы бейне және аудиоматериал Самұрық Энерго акционерлік қоғамның жобалық құжаттамасы негізінде жасанды интеллект технологияларын пайдалана отырып қалыптастырылған. Жоба бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Ұсыныстарыңыз, ескертулеріңіз? Бүгінгі жоба бойынша. Зум қатысушылар. Нұрдәулет, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Айгерім, сұрақтарыңыз бар ма? Айгерім. Жоқ, сұрақ жоқ. Все, рахмет. Қатысушылар, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдауларды өткізілді және жабық түрде жариялаймыз. Келіп қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет.